Judogi representing Kazakhstan. Adabide Akzılıgi'de Бексултан Қалмұрза, Қазақстан. Ал Бексултан Құлмұрзаның қарсыласы Смағұлұлы Ғалымжан, көк түсті дзюдоги. Дәл осы жігіттер бүгінгі турнирді аяқтайтын болады, құрметті көрермен. Алтынды, күмісті ел қоржынында деген сөз. Бұл жерде енді жекелей сайыс былайша айтқанда, әркім өзінің нәтижесін барынша жоғарылатқысы келеді. Ақ түсті дзюдоги Құлмұрза, Бексултан, көк түсті дзюдоги Ғалымжан Смағұлұлы. Дәл осы салмақ дәрежесінде жалпы 17 спортшы тіркелген. Орташа есеппен ерлер арасында, әсіресе шамамен осындай сандарды көреміз. 16, 17, 18. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Демек, бәсекелестік жақсы болды деген сөз бұл салмақ дәрежесінде. Бір құрама өкілдері әрине бір-бірін жақсы біледі деген сөз. Бұл спортшылар және белдесу шынымен де ұзаққа созылуы мүмкін. Екеуіне де ескерту беріледі қазір. Бір-бір шиді алып үлгерді. Белдесу басталмай жатып ақ. Небәрі 22 секундта қазір ескерту алған екен. Оучигари және Ғалымжанның жауабы бірден. Томойнаги өзінен асыра лақтырмақшы болды бұл тұста. Бір-бірін жақсы білетінін түсініп отырмыз. Сондықтан белдесудің бір орташа қарқында өткеніне қатты таңғалмаймыз әрине. Жоқ, ойлаған жүзеге аспады бұл жерде. Смағұлұлы қазір қарсыласының қимылын өзіне қарсы қолданбақшы болды. Бүгінше бұл соңғы белдесу екенін естеріңізге салып отырайын. Пара дзюдодан әлем чемпионаты. Ертең жарыс күнінде біз тағы да 10 салмақ дәрежесінде үздіктерді анықтайтын боламыз. Ал жарыстың 3-ші күні, яғни мамырдың 15-і командалық сайыстар басталады. Сондықтан Астана тұрғындарын жекпе-жек сарайына шақырамыз. Ал аренаға келе алмаған жағдайда онда Қазспорт арнасы толықтай барлық жарыс күндерін, барлық белдесулерді, әсіресе ақтық бәсекелерді тікелей эфирде назарларыңызға ұсынатын болады. Тағы да нәтижесі шабуыл екі тараптан да, шынымен де бір-бірін жақсы білетін, бір құрамада өнер көрсететін спортшылардың күресі дәл осындай мәнерде өтуі қалыпты жағдай десек те болатын шығар. Бір-бірін зерттеуге уақыт көп болды бұл спортшыларды, сондықтан шынымен де тіпті голден скорға дейін кетіп қалып жатса таңғалмаңыздар. Тағы да аяқтан іліп алу болмады. Екі минуттай уақыт бар әлі. Белдесудің қақ ортасына келіп қалдық.
жалғастыруға болады. Белбеуден ұстаған Құлмұрза. Ой, тамаша. Сайкоми. Жоқ, бермеді. Дер кезде кері бұрылып үлгерді. Ғалымжан Смағұлұлы, демек қазір ешқандай нәтижелі шабуыл болмағаннан кейін төреші аяққа тұрғызады спортшыларды. Жалғастырамыз. Кумиката рефери рұқсатын берді. Арена тым-тырыс. Екеуі де жергілікті спортшы болғаннан кейін әрине жанкүйерлерде бөліп жарғысы келмейді. Тек қана мықтысы жеңсін. Жеңіске лайықты болғаны. Жеңсін деген қағиданы ұстанып отырған болуы керек. Ұзақ жүруге болмайды әрине. Ұстағаннан кейін нәтижеде шығару керек. Қазір, рефери тоқтатты, демек екеуіне де ескерту береді деген сөз қазір. Шида бойынша да есеп тең. 2-2. Естеріңізге салайын, белдесу басталмай жатып ақ спортшылар ескерту алып қалған болатын. Міне енді белдесудің соңына қарай. Демек, голден скор жарияланса, онда спортшылар алғашқы ескертуге дейін күреседі деген сөз. Ой, бұл Иппон Сеонаги. Құлмұрза қазір жоқ жерден, қалай кіріп кетті. Бексұлтан. Осылайша нүкте қойдық құрметті көрермен. Әлем чемпионы Құлмұрза Бексұлтан Ғалымжан Смағұлұлы күміс медаль иегері. Бұл салмақ дәрежесінде. Тәдімеге жеңіске Бексұлтан Құлмұрза жетті. Қазақстан G2-81 салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанды. G2 санатын күміс жүлдегер. Дәл осылай қорытындылаймыз. Осылайша толықтай